сіздермен восточный пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен ұнымызға сары майымызды қосып, осылай қолымызбен сақтап аламыз. Үстіне қант, жұмыртқа және разрыхителімізді қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды тоңазытқышқа 15-20 минутқа қалдырамыз. Формамызды майлап, тоңазытқыштағы қамырымызды алып, осылай видеодағыдай етіп жаямыз. Ортасын осылай вилкамен тесіп шығамыз. Үстіне құрғақ жидектерімізді саламыз. Мен екі түрлі мейіз, жаңғақ және қызыл өрікті осылай ұзынша етіп турап салдым. Үстіне сгущенкамызды құятын боламыз және 180 градуста қызып тұрған пеште пісіреміз. Ал достар, біздің жасалу жолы оңай әрі өте дәмді болып шығатын восточный пирогымыз дайын. Егер де сіздерге менің видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.